жыл бұрын бірінші қыркүйектің уақытында естеріңізде болса шу болған осы жөнінде. Дінтану пәні факультативті болсын, пән ретінде болсын кірген кезде біраз әңгіменің өзегіне айналды. Журналистер де талқылады, бірақ бұл бір жыл көлемінде жүрді. Ал енді осы жылдың уақытында ішінде қандай бұның әсері болды жалпы? Біздің жерұйықтың қойып жатқан мәселесі бұл жалпы бұны сараптама жасау керек. Осы бір жылдың ішінде бұл өзінің несін ақтады ма, ақтаған жоқ па? Мәкен жаңа дұрыс айтып кетті, біздің жаңағы ақпарат бойынша алған нәрселерімізде бұл президент әкімшілігінің тапсырмасы болатын, былтыр жылы білім ғылым министрлігіне берген болатын. Олар енді президент әкімшілігінің тапсырмасы болғаннан кейін жедел түрде аз уақыттың ішінде бұны бағдарламаға енгізіп жіберді. Енгізіп жібергенде Қазақстан бойынша 8.000-дай мектеп бар екен. 8.000 мектепке 8.000 дінтанушы табылды ма мысалы? Ол қалай оқытылып жатыр? Оның сапасы қалай болып жатыр? Бұл да бір біздің жаңағы қоғамдық ұлттық ұйымдардың назарынан тыс қалмайтын мәселе деп, осы мәселені біз алға шығарған болатынбыз. Біздің ұсынысымыз жалпы осы дінтану пәні осы бір жылдың ішінде жаңағы сараптамадан өткізу керек деп бірінші есептейміз. Ол қандай деңгейде жүріп жатыр, исламға қанша сағат беріп жатыр, басқа діндерге қанша сағат беріп жатыр деген тұрғыдан келгеннің өзінде оған бір сараптама жүргізу керек. Біз білім ғылым министрлігіне осыны енгізгелі отырмыз, бергелі отырмыз осындай ұсынысты. Бұны сараптамадан өткізу керек. Былтыр сіздер жаңағы қоғамның талқылауына, басқа ештеңесіне салмай, бұны енгізіп жібердіңіздер. Жоғарыдан келген жаңағы бұйрықты жедел орындау мақсатында деген сияқты. Біздің ұсынысымыз осындай.